Қайырлы күн. Бүгін біз қоғамдағы ең маңызды тақырыптардың бірі әкенің бала тәрбиесіндегі рөлі туралы айтатын боламыз. Халқымыз айтқандай, бір әкенің тәрбиесін 100 мектеп бере алмайды. Қазіргі уақытта біз Сармат мамандандырылған мектеп-интернатының тәрбиешісі Аманғали Тілепберген ұстаз әрі әкеден сұхбат алатын боламыз. Сәлеметсіз Тілепберген ұстаз. Бізге қазіргі уақытта ең белсенді мәселелердің бірі бала тәрбиесіндегі әкенің рөлі бойынша сұрақтарымызды қойсақ дейді. Бір әкенің тәрбиесін 100 мектеп бере алмайды деген нақыл сөздің мағынасын қалай түсінесіз? Сұрағыңа рахмет. Бұл сөздің мағынасы терең, мен бір-екеу сөзбен қысқаша айтып кете алайын. Енді бұл жерде әке балаға жауапкершілікті, табандылықты, ержүректілікті үйретіп, өзінің бойындағы жақсы қасиеттерді сол баланың өзінің баласының бойына сіңіруге тырысып, болашақта баланың өмірге деген көзқарасын, құлшынысын, өмірге деген адамгершілік бойындағы жақсы қасиеттерді баласының бойына сіңіруге тырысады. Баланы әрдайым өзімен бірге қасында алып жүру арқылы, балаға өзінің іс-әрекетімен арқылы болашақта өзінің бойында жақсы қасиеттерін сіңіре отырып, болашаққа өмір сүруге бағдар көрсетеді. Қазіргі қоғамда әкенің беделі мен рөлі қандай деңгейде деп ойлайсыз? Қазіргі уақытта әкенің беделі күннен кейін артып келе жатыр. Оған байланысты қазіргі уақытта мына мектептерде және басқа да әртүрлі қоғамдық орындарда әртүрлі осы әкенің беделін көтеру мақсатында әртүрлі жақсы шаралар өткізіп жатыр. Соған әкелеріміз қазіргі уақытта өзімізде белсене араласып, балдарды өмір сүруге көзқарастарын дұрыс бағытқа салуға әкенің рөлі күннен күн маңызды артып келе жатыр, беделі де артып келе жатыр деп ойлаймын. Соңғы сұрағымыз, баланың мінез-құлқының қалыптасуына әке тәрбиесі қалай әсер етеді? Баланың мінез-құлқына енді әкенің әсер етуі өзінің бойында жақсы қасиеттер баласының бойына сіңіре білу және баланың жаман қылықтары, жаман басқа бойында жаман қасиеттерін дер кезінде анықтап, сол баланың дұрыс бағытқа түсуіне еңбегін сіңіре отырып, дұрыс бағытын айтып отырып, күнделікті және бала өзінің қасында бірге күнделікті отбасында бірге отырғандықтан баланың теріс жаман мінез-құлқын уақытында байқап, уақытында дұрыстығына себебін тигізіп отырады деп ойлаймын. Осымен сұхбатымыз аяқталды. Сіздің жауаптарыңыз үшін көп рахмет. Сау болыңыз. Ендігі кезекте мектебіміздің оқушысы Отарғали Рахманнан сұхбат алатын боламыз. Рахман, сен үшін әкеңмен бос уақытта не істегенді ұнатасың? Мен бос уақытымда әкеммен балық аулауды ұнатамын. Әкеңнен қандай жақсы қасиеттерді алдың? Әкемнен ең бірінші қасиеттің бірі ол өтірік айтпау және өзіңе жауап беру. Және өміріңде әкең саған қандай мамандықты атқаруға кеңес берді? Мен әкем өзімге өрт сөндіруші мамандығы болуға кеңес береді. Және соңғы сұрақ, сенің өз өміріңде әкең сенде қандай рөлде? Әкем менің өмірімде басты рөлдегі адам. Осымен сұхбатымыз аяқталды. Рахман, саған көп рахмет. Оқасы жоқ досым. Әке Асқар Тау, тәрбие тал бесіктен. Бала тәрбиесіндегі ата-ананың рөлі әрқашан бірінші орында. Назарыңызға рахмет. Сізбен болған 8-ші Г сынып оқушысы Талғат Досжан.